Баршаңызға сәлем. Дастарханның сәнін келтіретін, денсаулыққа өте пайдалы дәрумендерге бай салаттың рецебімен бөлісемін. Ол үшін 400 грамм алманы теркадан өткізіп аламыз. Қолмен жіңішке етіп турауға да болады. Алма қарайып кетпеу үшін және қызылшамен араласқанда аз да болса түсін сақтау үшін 25 грамм зәйтүн майымен араластырып қойып қоямыз. Суда қайнатып алған 400 грамм қызылшамызды теркадан өткізіп, 25 грамм зәйтүн майымен араластырамыз. Дайын болған қызылшаны алмаға қосып, жуып тазартылған 50 грамм кішмішті және ұсақталған 50 грамм грек жаңғағын қосып, жақсылап араластырамыз. Тез дайын болатын жеңіл салатымызды ыдысымызға салып, грек жаңғағымен әсемдеп, қонағымызға ұсынамыз. Ас болсын!